Ассалаумалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен палау, қазақша күріш басу деп жатамыз, плов деп жатамыз де, осы рецептпен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: сәбіз, ет, пияз, дәмдеуіштер. Майымызды жақсылап қыздырып, пиязымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Осылай күйдіріп қуырыңыздар, сап-сары қып-қызыл қып. Себебі сіздердің тамақтарыңыздың түсі осы пияздың қуыруына тікелей байланысты. Енді етімді саламын да жақсылап қуырамын. Ет менде сиыр еті. Егер де менде сиыр етімен, жылқы етімен палау жасайтын болсам, міндетті түрде өстіп қуырылып жатқан кезінде оған ыстық 1 кесе су құйып жіберемін да, астын басып, кішкене суы тартылғанша қайнататын боламын. Міне, суы тартылды. Еттеріңіз сонда жып-жұмсақ болады. Егер қойдың етімен жасайтын болсам, онда бірден осылай сәбізді салып қуыра беремін. Себебі қойдың еті тез пісіп кетеді, тез жұмсарады. Сәбізімді салдым, енді жақсылап қуырам. Осыған куркума деген дәмдеуіштен кішкене қосып жіберсеңіздер болады. Сосын міндетті түрде ыстық су құйып, 15 минуттай осылай қайнатасыздар. Тұзын, жаңағы қант кішкене қосасыздар. Мен оны құрамына жазып кететін боламын қуырып жатқан кезде. Одан кейін күрішімді жақсылап жуып алдым да, осы қайнап жатқан қазанымызға әкеп саламын. Күрішті салғаннан кейін астынан үстіне аудармай, тек қана бетіндегі күрішті қозғайтын боламыз. Яғни суы тартылғанша. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Суы тартылғанша осылай қозғап отырып пісіретін боласыздар. Жақсылап суы тартылады. Содан кейін барып бір жерге жинайсыздар да, жан-жағын жинастырып, тесіп, бетіне мен тарелка қойдым да, қазанның қақпағын жауып, 15-20, енді күріштің пісуіне байланысты өздеріңіз орташа отта, ары кетсе бір жарты сағат деп жатамыз ғой, дайын болады. Енді міндетті түрде өздеріңіз күрішті тексеріп тұрыңыздар пісуін. Арасында егер де піспей жатқан жағдайда осылай ашасыздар да, бетін ғана араластырып, қайтып 5-10 минутқа жабасыздар. Сонда сіздердің күріштеріңіз шашылып, әдемі болып, қып-қызыл болып пісетін болады. Менің палауым дайын болды уже. Қазір сіздерге көрсетем. Қараңыздар, қып-қызыл әдемі еті жып-жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер. Ең оңай әдіс. Енді осы тамақты құры өзін жегеннен гөрі осылай пиязды тураймын да, үстіне аскөк қосып, егер үйлеріңізде қияр болса, помидор болса қосып жіберсеңіздер болады. Тамақтарыңыз дәмді болады, бірге қосып жесеңіздер. Сау болыңыздар.